Ормандағы үйшік ертегісі. Бір күні Аю қатты шаршап орманда келе жатыр екен. Ол демалып алайын деп бір жерге отыра кетеді. Бір кезде қараса, алыста ағаштардың арасынан үйшік көріп қалады. Үйшікті көруге барады. Тук-тук-тук, бұл үйшікте кім тұрады екен деп сұрайды. Бірақ оған ешкім ештеңе деп жауап бермейді. Аю ұзақ тұрады. Үйшіктің ішіне кірсе, ішінде көптеген тамақтар бар екен. Аю оларды көріп қатты қуанып кетеді. Сөйтіп ол қасығын ұстап, енді отырып тамағын жейін деп жатқан кезде, бір кезде есікті біреу қаққандай болады. Терезені ашып қараса, оған қасқыр келіп тұр екен. Аю, бұл кімнің үйшігі екен? Бұл үйшікте кім тұрады екен деп сұрайды. Сонда Аю, мен тұрамын дейді. Ал сенімен дос болуға бола ма дейді. Аю, жоқ, мен ешкіммен дос болмаймын деп қуып жібереді. Сонымен қасқыр қайтадан кетіп қалады. Бір кезде Аю қарап тұрса, оған түлкі келеді. Сөйтіп түлкі сұрайды. Бұл үйшікте кім тұрады екен дейді. Аю, мен тұрамын дейді. Ал сенімен дос болуға бола ма екен дейді. Аю, жоқ, мен ешкіммен дос болмаймын деп түлкіні де қуып жібереді. Сөйтіп түлкі кетіп қалады. Бір кезде Аю терезеден тағы да қарап тұрса, оған қоян келеді. Бұл үйшікте кім тұрады екен, Аю? Бұл сенің үйшігің бе деп сұрайды. Сонда Аю, я, бұл менің үйшігім дейді. Ал сенімен дос болуға бола ма? Екеуміз бірге доп ойнайтын едік дейді. Сонда Аю, жоқ, мен дос болмаймын дейді. Ал мен саған доп теуіп көрсетейін, мүмкін сен менімен дос боларсың деп, қоян оған доп теуіп көрсетеді. Аю оған таң қалады. Бірақ сонда да онымен дос болғысы келмейді. Өйткені ол тамақтарды жеп қояды деп қорқады. Қоянға жоқ, мен сенімен дос болмаймын деп қоянды да қуып жібереді. Тағы да терезеден қарап тұрса, бір кезде оған тышқан келеді. Аю, бұл үйшікте кім тұрады екен дейді. Мен тұрамын дейді. Ал сенің досың бар ма? Мүмкін екеуміз бірге дос болармыз дейді. Аю, жоқ, менің досым жоқ дейді. Мен ешкіммен дос болмаймын дейді Аю. Ал мен саған гитара тартып берсем, сен менімен дос боласың ба дейді. Кәні көрсетші дейді Аю. Бір кезде тышқан оған гитара тартып береді. Аю оның өнеріне таң қалады. Бірақ бәрібір де онымен дос болмауға шешім қабылдайды. Жоқ, тышқан, мен сенімен бәрібір де дос болмаймын дейді. Мен ешкіммен дос болмаймын деп тышқанды да қуып жібереді. Сөйтіп тышқан кетіп қалады. Сонымен кеш батады. Бір кезде Аю терезеден қараса, қасқыр, түлкі, қоян үшеуі тышқанның өнерін тамашалап отыр екен. Аюдың іші пыса бастайды. Ол терезеден қарап, тағы да кім келеді екен деп қарап отырады. Бір кезде Маса келеді. Маса ұшып келіп, бұл үйшікте кім тұрады екен, Аю деп сұрайды. Сонда Аю, мен тұрамын дейді. Сен менімен дос боласың ба деп Масадан өзі сұрайды. Маса, жарайды дейді. Ал сен тамақ жейсің ба? Тамақ көп жейсің ба деп сұрайды. Сонда Маса, жоқ, мен мүлдем тамақ ішпеймін дейді. Онда сен кір үйшікке, екеуміз бірге дос болып бірге тұрамыз дейді. Маса, жарайды дейді. Түнде Аю ұйықтап жатқан кезде Маса оны шағып алады. Аю қатты айқайлап атып тұрып, үйшікті қиратады. Тамақтардың бәрі шашылып, үйшік қирап қалады. Содан кейін Аю қатты ашуланады. Бір кезде өзінің қателігін түсініп, барлығымен тамақты бөлісіп жеу керек еді.
мұным дұрыс болмады деп өзінің қатесін мойындайды.